кез келген ұлттың мұраты өркениет көшінің алдыңғы сапында тұру. Сондықтан да кітап оқи білейік. Мен де кітап оқимын, сіз де бізбен бірге оқыңыз. Біздің оқыған кітабымыз Абылай хан. Бұның авторы Жанұзақ Қасымбаев. Бұл жердегі кейіпкерлер Абылай хан, Темірбай, Темірбайдың бәйбішесі, Төле би және де Шарыш. Бұл жердегі бізге қызықты болған жекпе-жек. Ол жерде Шарыш батыр мен Абылай хан шайқасады. Солайша Шарыш батыр жеңіледі, Абылай хан жеңеді. Ал бізді бұл жерде қайғылы болған жері Абылай ханның ауыр дертке ұшырап қайтыс болған жері. Бұл жерден біздің түйгеніміз әр қазақтың баласында арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты күш болады. Біз біргеміз, біз үйтеміз. Мен Таубай Шахнұр Азаматтығы. Мен осындай қиын қыстау сәтте үйде босқа отырмай кітап оқуды қолға алдым. Кітапты мен де оқимын, сіз де оқыңыз. Мен қазақтың шешендік сөздері атты кітабымды қолға алдым. Бұл шешендік сөздерде қазақтың билері, шешендері айтып кеткен сөздері бар. Мысалға, Қарашаш сұлу мен Жиренше шешеннің жазған шешендік сөздері бар. Жиренше шешен Қарашаш сұлуға бұлай деп айтқан: дүниеде бүкіл нәрсе өлгенімен екі нәрсе өлмейді екен. Ол жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді екен. Міне осы сөзді миымызға құйып алайық. Сау болыңыздар. Қымбатты балалар, бүгін мен сендермен орыс халқының құстұмсық патша ертегісімен бөліскім келіп отыр. Неліктен мен бұл кітапты таңдадым? Себебі Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі, Тіл комитеті, мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту бағдарламасы бойынша шығарылған ертегі. Ол ертегіде басты үш кейіпкер бар: патша, ханшайым, құстұмсық патша. Ертеде бір патшаның ай десе аузы, күн десе көзі бар қызы болыпты. Бірақ оның мінезі нашар, өркөкірек, тәкаппар екен. Бірде патша қызының мінезін түзету үшін қызын құстұмсық патшаға беріп жібереді. Құстұмсық патша оның мінезін қалпына келтіріп, адамгершілік қасиетін бойына дарытады. Тәубасына келген ханшайым құстұмсық патшамен үйленіп, бақытты да баянды ғұмыр кешеді. Балалар, осындай қиын қыстау сәтте карантинде босқа өтпай кітап оқиық. Құрметті достар, кітап оқыған өте пайдалы әрі көңілді. Кітап оқысақ біздің тіл байлығымыз артады. Менің оқыған ертегім етікші ертегісі. Бір күні бір етікші болыпты. Оның көп балалары болыпты. Ол балаларын асырайым деп жүріп бір етікшіліктің жұмысына кіреді. Ол жұмыс басымен жүріп, бір өзі барып көрмеген қалаға барады. Сол қалаға барған кезде бір бос тұрған үйдің ішінде ешкім жоқ екен. Сол үйге барып паналауға кіріп, пештің үстіне қобдишасымен бірге ұйқыға жатады. Ұйқыға жатқан кезде бір уақытта бір сылдырлаған дыбысты естіп етікші оянып кетеді. Сөйтіп жанына қараса, есіктің жанында бір дәу тұр екен. Оның бір көзі ғана болады екен. Сол дәу кеп тұрып, сен кімсің десе, мен етікшімін деп айтыпты. Сол кезде бай тұрып айтады: сен бүгіндікке тынық, ертеңгісін сен етікшілік жұмысыңда атқарасың деп айтады. Сосын кейін дәу өзі етікшіні үйіне жатқызып, өзі босағаға далаға жатады екен. Сол кезде етікші ұйқыға жатады. Таң атқан кезде айтады, етікші ойланады: мен бұның қолында өліп қалсам, балаларымды кім асырайды? Одан да мен бұны өзім өлтірейін дейді да, қолындағы пышағын алып, дәудің көзін ағызып жібереді екен. Сөйтіп дәуді өлтіреді екен. Жігіт бір рет өлтірмейді, екі рет өлтіреді деп айтады. Сөйтіп, маған біреу де жетеді дейді. Байдың үстінен аттап кетіп бара жатса,
жанында бір қобдиша тұрады екен. Ол қобдишаның ішінде көптеген күміс және алтындар болады екен. Ол өзі көтере алғанша сол алтындар мен күмістерді алып үйіне оралады екен. Сөйтіп ол балаларын асырайды. Балалары өскен кезде кедей етікшіні өзі асырайды. Себебі етікші кішкентай кездерінен қиналып жүрсе де балаларын асыраған екен. Бұл жақта менің түсінгенім, етікші балаларға қандай жақсылық жасап, қалай қиналса да тәрбиелеп өсірсе, соның жемісін көріп, балалары сол әкесі не істесе алдына соны алып келіп, өзі әкесін асыраған екен. Менің бұл жерде ұққаным, біреуге не жасасаң, алдыңа сол келеді деген екен. Кітап оқып жүрейік. Біз біргеміз, біз үйдеміз. Менің ертегімнің аты Сандуғаш пен қарға. Кішкентай сандуғаш жеміс-жидек керіп жүріп, жемісі бір мол ағашқа кезігіпті. Қарны қатты ашқан соншалықты жан-жағына қарамай тәтті жидекті жей беріпті. Сол кезде бір дәу қарға сандуғашты мойнынан қысып алып, сандуғашты қинайды. Менің тағымды не рұқсатсыз жейсіз дейді. Сандуғаш, кешіріңізші, бұл сіздің тағыңыз екенін байқамай қалыппын дейді. Қазір ұшып кетемін дейді. Қарға сандуғашты жібергісі келмей қатты қинады. Сандуғаш, жіберіңізші мені дейді. Жалынамын дейді. Мен сені жіберем, бірақ сен маған ән салып берші дейді. Жарайды деп сандуғаш әсем ән салып береді. О, неткен әнің керемет еді. Маған үйретші дейді. Үйретемін, бірақ сен маған ән салуды үйретші дейді. Жарайды, үйретем дейді. Сандуғаш айтады, менімен бірге қайталап айт дейді. Қарға болса қарқылдап еш нәрсе айта алмайды екен. Сандуғаш, мен сенің неге ән айта алмайтыныңды білемін дейді. Білетін болсаң айтшы дейді қарға. Сен кішілерді сыйламайсың, үнемі күш көрсетіп жүресің дейді. Сол себепті сен ән саламайсың. Аға, кімнің ниеті ақ болса, соның жақсы бұл ән шығады. Ал кімнің ниеті жаман болса, ода ән шықпайды деп сандуғаш ұша жөнеледі. Менің оқыған шығармам Тортай мінер Аппазат. Біздің ауыл салық-салғанның иығында отырған шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын. Бұлтсызда күндері тамылжымаған тамаша мезгіл басталушы еді. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкен Тортай деген бала болушы еді. Ол әке-шешесінен тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас шуас, құлағында сәл мүкісі бар. Бала болып көп ойнамайтын, жасқан шағы еді. Бәрімізден көре ерекшелігі таңнан кешке дейін бас алмай кітап оқитын. Тортай әсіресе мені жақсы көреді, жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім жей мол. Ит басынан іркіліп төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме деп ұрсатынды. Өз көңіл қошы болмаса, ләмдеп аузын аша бермейтін. Әрі құлағы қақас естейтін болғасын, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрады. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйе аузына келгенін айтып қуып жіберіпті. Салық-салғанның ұшар басындағы қалың қамысты тас қорымның үңгірінде кіріп от жағып отыр екен. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып домбығып тұр екен. Әке шешең іздеп жүрер, үйіңе қайт, қорықсан шығарып салайын деді Тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай. Мен Ғамзат қызы Аружан. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектептің 6-шы Ә сынып оқушысымын. Тортай мінер Ақбозат әңгімесінен үзінді. Бұл жерде жетім бала Тортай жайлы айтылған. Әке шешеден тым ерте айырылды. Оның бір ерекшелігі таңнан кешке дейін бас алмай кітап оқи беретінді.
Оның пір тұтар сырласа жалғызақ нәрсесі кітап болған. Әкем де шешем де кітап дейтұғын. Оның бір арманы Алматыға аттанып, кітап жазып, жазушы болғысы келді. Күз келіп, фермадағы барлық оқушылар ауылға аттанып оқуға кетпекші болды. Жападан жалғыз Тортай ғана сиыр бұзауын бағып отырды. Тортай кетерінде досына ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты: мен үшін де оқы. Бәлкім мен мінбеген ақбозатты сен мінерсің. Сенің өз ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк жазылған. Онда мен саған өз ақбозатымды сыйға тартамын. Мен қазақ әдебиеті кітабынан Абай атамыздың 7-ші қара сөзін таңдап алдым. Бұл Абай атамыздың 7-ші қара сөзінде анадан екі бала екі түрлі мінезбен туылатыны жайлы айтылған. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туылады екен. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жаңа қонақ үй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демектік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жылтыр екен болса оған қызығып, аузына салып дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай келмей болса даусына ұмтылып, одан ежеттірегенде ит үрсе, мал шуласа, бұл немене, ол немене, бұл неге үйтеді, ол неге үйтеді деп, көзі көрген құлағы естігеннің бәрін тыныштық көрмей сұрайды екен. Бұның бәрі жан құмары. Білсем екен, ішсем екен, жесем екен. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектеп 6-шы А сынып оқушысы Қуаныш Аршын. Өтебай Тұрманжанов 5 тиын. Мұрат бүгін кезекші. Ол кеше ғана өзінің кезекші екенін білетұғын болатын. Апай оған оның кезекші екенін айтып тапсырды. Мұрат ол өте қуанышты болып үйіне қайтып бара жатып, ертеңінде не қалай жоспарлайтынын бәрін өзі ойлап барады. Мен ертең сыныбыма барып, сыныпты желдетіп, тақтайларды сүртіп тастаймын деді. Сосын ол уәдесінде тұрып, шынымен де сол өзінің айтқан уәделерін орындайды. Апай орнына жайғасып келіп былай дейді: Мұрат, жарайсың, сен кластың ішін жақсы тазалапсың, орныңа отыра ғой дейді. Сосын ол жарайды апай деп орнына отырады, және ол үзіліс уақытында қайтадан сыныбының ішін желдетіп тастайды. Сол кезде жердегі қоқыстарды теріп жүріп, астынан 5 теңге тауып алады. Ол апайына үзіліс аяқталғаннан кейін келіп береді. Апай, мінекей, мына 5 теңгені жаңа мен класстағы қоқыстарды жинап жүріп тауып алдым дейді. Сосын апайы да ол тиынды қолына алып, көрдіңдер ме балалар, бұл Мұраттың істегені өте жақсы. Бұл 5 мың емес, 5 сом емес, бұл 500 мың емес, бұл жай ғана 5 теңге. Мұрат, сен бұл ісің үшін жарайсың. Сенің балалар кішкентай Мұрат десе де сен жақсысың деп аяқталып.